Қайырлы күн, құрметті оқушылар. Бүгінгі өтетін тақырыбымыз альдегидтер мен кетондар. Сабақ мақсаттары: карбонилді қосылыстар, номенклатурасы, физикалық қасиеттері, алыну жолдары, химиялық қасиеттері. Карбонилді қосылыстардың жіктелуі. Жалпы карбонил қосылыстары, карбонил тобына тоқталатын болсақ, карбонил тобы бізде былай белгіленеді. Енді карбонил тобы көміртектің екі байланысы бар. Осыған сәйкес карбонилді қосылыстар екіге жіктеледі. Яғни, көміртектің бір байланысына радикал келсе, ал екінші байланысына сутек келсе, бұл альдегидтер болады. Альдегидтердің жалпы формуласы CnH2n плюс 1 COH. Яғни альдегидтердің жалпы формуласы осы. Осы арқылы біз альдегидтердің гомологтық қатарын құра аламыз. Карбонил тобындағы көміртектің бір байланысына радикал, екінші байланысына екінші бір радикал келсе, бұл кетондар деп аталады. Кетондардың жалпы формуласы CnH2nO. Осы жалпы формуласы арқылы кетондардың гомологтық қатарын құра аламыз. Енді әрі қарай альдегидтер дегеніміз молекула құрамында карбонил тобы бар, жалпы формуласы CnH2n плюс 1 COH болып келетін оттекті органикалық қосылыстарды айтамыз. Альдегидтердің гомологтық қатары. Жаңа біз айтып кеттік. Альдегидтердің жалпы формуласы CnH2n плюс 1 COH. Енді альдегидтердің атын айтқанда, бізде аль жұрнағын жалғаймыз, немесе альдегид деген сөз қосып айтамыз. Мысалға, ең алғашқы өкілі HCOH. Бұл бізде метан, аль жұрнағы бар. Немесе бұл құмырсқа альдегиді. Яғни альдегиді деген сөз қосылды. Немесе тривиалды атауы тағы да бұл формальдегид деп аталады. Екінші өкілі бізде CH3, COH. Бұл бізде этан-аль. Немесе оны тривиалды атауы сірке альдегиді. Немесе ацетальдегид. Келесі өкілі C2H5COH. Пропаналь. Немесе пропион альдегиді. Келесі өкілі C3H7COH. Бутаналь. Немесе май альдегиді. Келесі өкілдің формуласы C4H9COH. Ол бізде пентаналь. Немесе оны валериан альдегиді деп атайды. Бұл альдегидтердің гомологтық қатары. Алғашқы 5 өкілі. Келесі альдегидтердің номенклатурасы, яғни альдегидтердің атын атау. Ең бірінші негізгі тізбекті анықтаймыз. Қанша көміртегі бар екенін санайық. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Яғни 4 көміртектен тұратын альдегид. Енді көміртекті нөмірлейтін болсақ, қай жаққа карбонил тобы жақын, сол жақтан бастап нөмірлейміз. Яғни оң жақтан. Бірінші, екінші, 3 және 4. 4 көміртектен тұратын альдегид бізде бутаналь.
Қараймыз, радикалымыз бізде 3 метил. 3 метил бутаналь. Немесе 3 метил май альдегиді десек те болады. Келесі альдегидтің атын атайық. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Яғни 5 көміртектен тұрады. Бұл пентан аль. Нөмірлесек 1, 2, 3, 4, 5. Яғни 4-ке 2 радикал келіп тұр. 4, 4, диметил пентаналь. Немесе 4, 4, диметил валериан альдегиді. Атын айттық. Яғни альдегидтердің атын атау үшін ең бірінші негізгі тізбекті анықтайсыз. Карбонил тобы жақын көміртектен бастап нөмірлейсіз, радикалының орнын анықтайсыз, және де альдегидтің толық атын айта аламыз. Енді керісінше, сізге альдегидтің аты берілген, оның формуласын құрастыру керек. Мәселен, 2,2 диметил пропаналь. Пропаналь, значит, 3 көміртектен тұрады. 1, 2, 3. Үшіншіміз бізде карбонил тобы. Нөмірлесек 1, 2, 3. 2-ге метилдер келген. 1, 2. Сонда бізде диметил жаздық. Қалғандарын сутекпен толтырамыз. Бірінші көміртек 1, 2, 3, 4. Екінші көміртек 1, 2, 3, 4. Үшінші көміртек 3 сутек. Сонда бізде 2,2 диметил пропанальдің формуласы мынандай. Келесі 2,3 диметил бутаналь. Бутаналь дегеніміз 4 көміртектен тұрады. 1, 2, 3, 4. Нөмірлесек 1, 2, 3, 4. 2, 3 диметил. 2, 3. Әрқайсында радикал метил. Енді қажетті сутектердің санымен толықтырайық. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 4 болу үшін 1 сутек керек. 1, 2, 3. 1 сутек. 1, значит 4 болу үшін 3. 2, 3 диметил бутанальдің формуласы осындай. Келесі слайдта физикалық қасиеттері. Құмырсқа альдегиді өткір иісті газ. Сірітке альдегидінен бастап, келесі мүшелері сұйық, ал молекулалық массалары жоғарылары қатты заттар. Яғни қатты бізде басталады С12-ден. Төменгі өкілдері С1-ден С8-ге дейін өткір иісті болады. Ковалентті полюссіз байланысы бар, сутектік байланыс болмайды. Молекулалық массасы артқан сайын тығыздығы және қайнау балқу температуралары артады. Бірақ сәйкес спирттерден төмендеу болады. Альдегидтер тыныс жолдарын, көз қабықшықтарын тітіркендіреді, жүйке жүйесіне зиянды әсерін тигізеді. Алыну жолдары. Бірнеше алу әдістер бар. Соның біріншісі Кучер реакциясы. Кучер реакциясы ацетиленді гидраттау, яғни ацетиленге су қосу. Бізде катализатор сынаптың 2 валентті сульфаты және күкірт қышқылы болады. Яғни біздің реакциямыз мына түрде жүреді. Гидраттадық, су қостық. Бізде катализаторымыз сынап сульфаты қышқылдық ортада H2-дің қатысында жүреді. Нәтижесінде бізде пайда болады CH3 COH. Сірке альдегиді. Бізде ацетилен гидратталды. Нәтижесінде сірке альдегиді пайда болды. Келесі көмірсутектерді ауадағы оттекпен тотықтыру.
Ол үшін біз екі көміртек тұрамыз. Алкен және алканды. Алкен ретінде этенді арастырсақ, оны біз тотықтырамыз ауада оттекпен. Бізде катализатор палладий хлориді. Нәтижесінде бізде CH3COH сірке алдегиді пайда болады. 4 оттек саны 2, 1 еселейміз. Реакция тең. Екінші, алканды аламыз. Мысалға метан. Метанды оттек қатысында тотықтырдық. Нәтижесінде бізде құмырсқа алдегиді және су пайда болады. Реакция тең. Көмірсутектерді ауада оттекпен тотықтырдық. Яғни алкенді тотықтырдық, алканды тотықтырдық. Келесі алу әдісі біріншілік спирттерді дегидрлеу. Яғни бұл жерде біз жазайық. CH3, CH2, CH2OH. Бұл спиртіміз, біріншілік спиртіміз, катализатор мыс, температура 300 градус кезінде пайда болады бізде CH3, CH2, COH плюс H2 газы бөлінеді. 3 көміртектен тұратын алдегид пропанолдан, яғни біріншілік спирт пропанолдан бізде катализатор мыс, температура 300 градус кезінде пропаналь және сутек газы бөлінеді. Келесі алу әдісі біріншілік спирттердегі ауадағы оттекпен тотықтыру. Яғни бізде мысалға метанолды алайық. Ауадағы оттекпен тотықтырдық. Нәтижесінде бізде пайда болады құмырсқа алдегиді және су. Реакцияны теңестіретін болсақ, еселесек, еселейміз және мұнда еселейміз. Реакция тең болды. Яғни алу әдістері 4 әдісін қарастырдық. Енді ары қарай химиялық қасиеттеріне көшеміз. Ең алғашқы химиялық қасиеті ол гидрлеу. Мысалға, сірке алдегидін алайық. Оны гидрлесек, катализатор никель болады. Нәтижесінде бізде біріншілік спирт пайда болады. Яғни CH3, CH2OH. Бастапқыда бізде сірке алдегиді, кейін этанол пайда болды. Келесі химиялық қасиеті ол тотығу реакциясы. Алдегидтердің тотығуы екі түрлі жағдайда жүреді. Бірінші, күміс айна реакциясы және мыстың 2 валентті гидроксидімен тотығады. Бірінші, күміс айна реакциясы ол күмістің 1 валентті оксидінің аммиактағы ерітіндісі арқылы өтуі. Мысалға, CH3COH сірке алдегиді күмістің 1 валентті оксидінің аммиактағы ерітіндісі арқылы өткізсек, біз бұл тотығып, алдегид тотығып, карбон қышқылына айналады және тұнба түседі. Неліктен күміс айна реакциясы дейді? Бұл реакцияны айна жасау технологиясында қолданады. Яғни күміс шынының қабырғаларына жабысып қалады да айна іспеттес болады. Яғни айнаның жасалу технологиясында дәл осындай метод қолданылады. Екіншісі, бізде бұны басқа түспен жазайық. Сірке алдегидін мыстың 2 валентті гидроксиді арқылы тотықтырсақ, бізде сәйкесінше карбон қышқылы және мыстың 1 валентті гидроксиді плюс су пайда болады. Теңестірсек, еселейсіз, реакция тең. Әрі қарай алынған сары тұнбаны, мынауымыз бізде тұнба, сары тұнба. Бастапқыда бұл көгет. Сары тұнбаны қыздырсақ, купрум OH температурасында бізде купрум 2Оға түседі, қызыл және су шығады. Қызыл тұнба. Сонда мыс гидроксиді әсерінен алдегидті тотықтырсақ, көк ерітінді мыс 2 валентті гидроксиді арқылы өтіп,
карбон кышкылын түсөдү, және сары тұнба бір валентті мыс гидроксиді, оны кейін кыздырсак ол айырылады, көпірім 2 Оға, және ол қызыл түсті тұнба. Келесі химиялық қасиеті ол поликонденсация реакциясы. Поликонденсация реакциясы дегеніміз не? Функционалдық тобы бар мономерлер қатысып, кіші молекулалық қосылыс бөліне жүретін реакцияны бұл бізде поликонденсация реакциясы дейді. Бұған біз фенол мен формальдегид, яғни құмырсқа альдегидінің формальдегид шайырының түзілуін қарастыра аламыз. Яғни бізде мынандай формальдегид түзілді делік. Фенол мен құмырсқа альдегидінің нәтижесінде бізде мынандай формальдегид түзілді. Енді дәл осы полимер болу үшін бізге бірнеше буыны керек. OH алады, H алады. Нәтижесінде бізде пайда болады. Мынау су болып бөлініп шығады. Кіші молекула бөлініп шықты. Ары қарай бізде полимерленіп дальше жүре береді. Мысалға, мынауымыз. Мынау бізде фенол формальдегид шайыры. Поликонденсация реакциясы, яғни кіші молекула бөлінеді су, және ары қарай полимерлер түзіледі. Соңғы реакциямыз жану реакциясы. Оған мысал ретінде HCOH, құмырсқа альдегидінің жануы. Нәтижесінде бізде CO2 газ плюс H2O түзіледі. Үшеу реакция тең. Ары қарай бізде болады кетондар. Кетондар дегеніміз молекула құрамында карбонил тобы бар, жалпы формасы CN, H2O болып келетін оттекті органикалық қосылыстарды айтамыз. Кетондардың гомологтық қатарына керек. Яғни оның формасы CN, H2NO болады. Бұл жерде кетон деген сөз қосылады атаған кезде, немесе 10 деген жұрнақ жалғанады. Енді өкілдеріне тоқтайық. Ең біріншісі бізде CH3, CO, CH3. Бұның жалпы формасы CH, H6O. Ол бізде пропанон. Екі, значит, пропанон 2. 2 дегеніміз мұнау карбонил тобының орналасуы. Бұны немесе тривиалды атауы ацетон. Келесі бізде CH3, CO, CH2, CH3. Жалпы формасы 4H8O. Ол бізде бутанон 2. Бутанон 2. Келесі CH3, CO, CH2, CH2, CH3. C5H10O. Бұл пентан 12. Келесі бізде CH3, CO, CH2, 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 CH3. C6, H12O. Бұл бізде гексанон 2 деп аталады. Немесе кетон деген бізде сөз қосылады.
Қазір сіздерге номенклатурасын айтқан кезде бұны түсіндіріп өтірем толығырақ. Енді кетондардың атын айту немесе номенклатурасы. Бірінші, біз негізгі тізбекті анықтаймыз. 1, 2, 3, 4, 5 көміртектен тұрады. Негізгі тізбегіміз. Енді карбонол тобы қай жерде тұр? Сол жаққа, қай жаққа жақын, сол жақтан бастап нөмірлейміз. Олай болса, бірінші, екінші көміртек, 3, 4, 5. Бұның атауы 5 көміртектен тұратын болса, пентанон. Пентан 10, 2 радикалдар келіп тұр. 4-ке, значит, бізде 4 диметил. 4 диметил, пентанон 2. Немесе, наны біз 2-ке жіктейміз. Бұлайын бөлек жазып алайық. Мысалға жазайық. CH3, 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 CH2, CH3 дейік. Енді бұл жерде карбонил тобынан оң жағын бөлек бөлеміз, сол жағын бөлек аламыз. Оң жағында, сол жағындағы көміртекпен сутекті санаймыз. Сол жақта 1, 2, 3, 4, 5 көміртек, 6, 9, 11. Сонда бұл пентил радикалы. Пентил радикал, мынау метил радикал. Сонда біз бұны айта аламыз. Пентил, метил кетоны. Радикалдар дедік. Пентил, метил кетон. Яғни, бірінші аталуы 10 деген жұрнақ қосып, карбонил тобының орналасқан жерін айтамыз, немесе кетон деген сөзді қоссақ болады. Екінші кетонды қарастырамыз. Нөмірлейік бірінші. 1, 2, 3, 4, 5. Бесеуден тұрса болды, пентанон 2. Пентан 12. Бұл жерде үшінші және төртінші көміртекке метилдер келген. 3-4 диметил, пентанон 2. Енді бұны кетон сөзін қолданып айтып көрсек. CH3, CO, CH, CH3, CH, CH3, CH3. Карбонил тобын бөлеміз. Сол жағын, оң жағын қарастырайық. Сол жағында метил, оң жағында пентил. Метил, пентил кетоны деп аталады. Енді атауы беріліп, бізге наоборот табуымыз керек болады формуласын. Қарастырайық. Пентанон 3. Олай болса, 5 көміртек саламыз. Үшіншісінде карбонил тобы орналасқан. Нөмірлейік. 1, 2, 3, 4, 5. 2-ге CH3 келген, 4-ге CH3 келген. Қалғандарын сутекпен толтырамыз. 1 байланыс, 3 сутек. 1, 2, 3, 1 сутек. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 2-4 диметил, пентанон 3 деген міне формуласы. Кейін 3-3 диметил, бутанон 2. Бутанон болса 4. 1, 2, 3, 4. 2-ге карбонил келген. Олай болса, нөмірлік. 1, 2, 3, 4. 3-те диметил келген. 3 сутек. Сонда бізде 3-3 диметил, бутанон 2-нің формасы осы күйге келеді. Физикалық қасиеті. Ацетон, пропанон, диметил кетоны. Өткір иісті, ұшқыш, түссіз сұйық зат. Оңай тұтанады.
сумен және басқа органикалық заттармен жақсы араласады. Ацетон лак бояу өндірісінде, ацетатты жібек, кинопленка, пероксилин, түтінсіз оқтары жасауда еріткіш ретінде қолданылады. Сондай-ақ ацетон кетондар, сірке ангидридін, органикалық шыны және тағы басқаларды қосылыстарды алуда шикізат ретінде қолданылады. Алыну жолы. Бірінші көшіру реакциясы. Көшіру реакциясы бойынша біз жазайық, мысалға пропин берді. Бұған су қосайық, яғни гидраттайық. Айттық, бұл жерде катализатор сынаптың эквивалентті сульфаты қышқылдық ортада болады дедік. Нәтижесінде бізде пайда болады CH3, CH3, O. Мынау бізде ацетон пайда болды. Мынау бізде пропин. Екіншілік спирттерді дегидрлеу. Яғни бізге екіншілік спирт керек. Дегидрлеу үшін бізге катализатор мыс, температура 300 градус. Нәтижесінде бізде ацетон пайда болады және пайда болады сутегі. Бір сутегі мұнан, бір сутегі OH-тан кетті, нәтижесінде дегидрленді. Үшінші алу әдісі ол кальций ацетатын қақтау, яғни қыздырып айыру. Кальций ацетатын жазайық. Ацетат бұл бізде ацетат ионы. Кальций эквивалентті болғандықтан екі еселейміз бұны. Температура қатысында қақтаймыз. Нәтижесінде кальций карбонаты плюс C3H6O. Ацетон пайда болады. Ол бізде ацетонымыз. Негізгі алу жолдары осы. Ары қарай химиялық қасиеттеріне көшеміз. Бірінші химиялық қасиеті ол гидрлеу. Яғни ацетонды алайық. Сутек қосамыз, никель катализатор. Нәтижесінде бізде екіншілік спирттер пайда болады. Бұл бізде пропанол 2. Яғни кетонды гидрлейтін болсақ, бізде екіншілік спирт пайда болады. Енді ары қарай кетондардың тотығы. Бұл сапалық реакция болып табылады. Альдегидтерде күмістің бірвалентті оксидінің аммиакта ерітіндісі және мыстың еквивалентті гидроксиді қатысында тотыққан еді. Ал кетондар тотықпайды. Мысалға ацетон жазайық. Бұл реакция жүрмейді, яғни тотықпайды деген сөз. Дәл осылай. Мыстың эквивалентті гидроксидінде реакция жүрмейді. Яғни кетондар тотықпайды. Кейінгі реакциямыз жану реакциясы. Ацетонды оттек қатысында жақсақ, бізде CO2 және су пайда болады. 3 еселейік. 6, 9. 3 еселесек. 4 еселейміз. Біз 4 еселейміз. Реакция тең. Енді бекіту тапсырмасы. Мына есеп шығарайық. Егер реакция нәтижесінде 5,4 грамм тұнба түзілсе, күміс бірвалентті оксидінің аммиакта ерітіндісінде тотыққан ацетальдегидтің массасын есептеңіз. Ацетальдегид ол бізде сірке альдегиді немесе этанол. Тұнба бізде күміс болады. Яғни жазайық. Ацетальдегидіміз күмістің бірвалентті оксидінде аммиакты ерітіндісінде
тотығады. Нәтижесінде бізде карбон қышқылы шығады және күміс тұнбаға түседі. 5,4 грамм тұнба түсті дейді. 5,4 грамм тұнба. Аргентум атомдық масса 108, 2 күміс болса, ол 216 грамм болады деген сөз. Бізге керегі ацетилдегидтің массасы. Ол үшін біз бәрін табуымыз керек. CH3, COH. Ол бізде 24 қосылған 4 қосылған 16 тең 44 граммға тең. Сонда 44 грамм. X дейміз. Пропорция X CH3 COH 5,4 грамм аргентум. CH3 COH 44 грамм болғанда 216 грамм аргентум тұнба түсілді. X тең 5,4-ті 44-ті көбейтіп 216-ға бөлсек, шығады 1,1 грамм CH3 COH. Альдегидтің осыншай массасы қажет екен. Мынау үй тапсырмасы. Келесі сабақта осы есептердің шығарылуын сіздерден тексеремін.